торпақтар июль айында мынау астрологиялық транзитті карта қазіргі таңдағы. Әр адамның туған кезеңінің натальдық картасы ол бөлек болады. Мінекей, мынау шаян белгісі тұр. Мінекей, қазір транзитті күн осы жерде тұрмын. Мынау сіздермен торпаққа. Сіздердің үшінші салаларыңыз осы жер активті деген сөз. Міне, күн осы жерде тұр. Венера да осы жерде тұр. Бұл дегеніміз не? Семьялық, отбасылық, жанұялық кезең бас сіздерде. Жанұяларыңызға бір адам қосылады. Жақын қалаларға, мемлекеттерге шығасыздар. Оқу біліммен, сертификаттар, тесттерменен айналысасыздар. Көлік сатасыздар, көлік сатып алу, праволарға оқу. Осындай кезеңдеріңіз болады. Ең жақын деген достар, сыныптастар, группаластар, солармен кездесу. Барлық сіздер осында тұрсыздар. Венера мен сіздердің қателқаларыңыз, бүкіл армандарыңыз, осының бәрі осы жерде тұр. Қаржыларыңыз. Одан соң жаңағы ауылға, қалаларға, өздеріңіздің отандарыңызға, ата-аналарыңызға қыдыруда кезеңдеріңіз болады. Семьялық уақыттарыңыз, жақын орта өте маңызды. Және контактілеріңіз көбейетін болады. Көп адамдармен танысу кезеңдеріңіз, телефондарыңыз толып тұратын, сату ісімен айналысатын кезеңдеріңіз. Оның үстіне міне Меркурий Арыстанда тілдеріңіз де өте, өздеріңізге деген сенімдеріңіз өте мықты. Кесіп сөйлейсіздер, соңғы сөзді мен айтам дегендей, барлық ортадағы құрметке мен лайықтымын дегендей. Осындай. Ал енді Венера Арыстанға өткенде тіпті жаңағы ақша шашатын боласыздар, әлем бір киімдер сатып алатын боласыздар. Осы төртінші салаларыңыз қазір активті, үйлеріңізге ремонт, құрылыс, жер сатып алу, үй сатып алу, сату істері, офистер, магазиндер сатып алу өте маңызды. Өйткені жаңа ай туылады осы жерде 6 июльден бастап. Ал енді Марс сіздерде тұр қазір. Саусағымды да қимылдатпаймын, егер маған бір пайдасы болмаса деп. Осындай халіптесіздер, мынау Марс тұр сіздерде. Сіздер өте қазір күштісіздер, агрессивтісіздер. Бұл күшті дау-жанжалға немесе семьяларыңызда бір болмай қалған майда шүйдеттіліктерге жұмсамаңыздар. Тіпті диваннан да тұрғыларыңыз келмейді. Біреуге егер бір пайдаларыңыз болмаса, содан бір өздеріңізге пайда келмесе, ресурс келмесе, осындай халдесіздер. Бірақ өте агрессивті де күшті бола аласыздар. Күш көрсетуден де сақтануларыңыз керек. Себебі Уран сіздерде тұр. Уран өмірлеріңізде астан-кестеңнен бір жаңалықтар келуі мүмкін. Бұл 2026-ға дейін бұл транзитті көп ұзақ бой тұрады бұл. Ал Марс мынау егіздерге өтеді 11 июльден бастап. Ол кезеңде тіпті көп жаңағы алыс жерлерге шығу, нағыз бір адамдармен кездесетін кезеңдеріңіз басталады сіздерде. Ең бір приключение іздеп. Оның үстіне мінекей тау ешкі белгісінде айдың толуы болады осы жерде сіздерде.